Өзбекстанның тумасысыз. Өзбекстан күнімде мен дәрігер болуды армандадым. Менің арманым оқып білім алып, ата-енем оқуға рұқсат етсе, сонымен кетіп қалуға болатын еді. Бірақ кешірдім бәрін. Ташкентке оқуға келдім. Темір жолда істедім мен де. Больницада жұмыс істедім. Немере баладан тәрбиелейді соған. Келін Зейнепке келіндеріңіздің ішінде қайсысы көбірек ұқсайды? Мен енді кейіннен болады. Ене деп айт мені. Дегенімде жоқ, мама, мен мама деп айтсақ. Қандай енесіз? Мысалы сіз үш уақытта келініме қарсы тұрмаймын. Үшеуі де бірінен бірі өткен ақылды. Балаларыңыздың ішінде мінезі ең көп ұқсайды кім? Жаконың мінезі Жайна деп ойлаймын. Өкінетін нәрсеңіз бар ма? Содан кейін алып қашып кетті. Мен кек сақтайтын кішкене, ал бұл мейірімді. Алланың арқасында бәрі сонымен жетіп қалады. Мен бастаймын. Қайырлы күн. Бүгін бізде қонақта сүйікті де сүйкімді әже, аяулы ана, осы Шардара қаласының тұрақты тұрғыны Зейнеп Әбдірахманқызы. Қош келдіңіз, Зейнеп ханым. Алғашқы сұрағымызды сіз өзіңізді таныстырудан бастасақ, сізді танымайтын адамға сіз өзіңізді қалай таныстырар едіңіз? Мен Зейнеп Әбдірахманқызы, Өзбекстанның тумасымын. 1975 жылы мектеп бітірдім. 1978 жылы Ташкентке оқуға келдім. Содан Тиберсін Аманбекпен таныстым. Сөйтіп екеуміз үйленіп, 78 жылдың майында үйлендік. Одан өсіп-өніп екеуміз жұмыс істеді. Темір жолда. Мен де жұмыс істедім. Сіз қайда жұмыс істедіңіз? Темір жолда істедім мен де. Содан екеуміз ата-енеміз болдық қолда. Қайным болдық. Қайным үйленгеннен кейін 2 жылдан кейін біз бөлек шықтық. Шардараға келдік. Шардараға келіп, балабақшаға оқу керек. Сөйтіп оқып, үлкеніміз уже мектепке баратын болды. Одан оқып, 1-ші классқа барды. Содан ары қарай өсіп-өніп көбейіп, 4 қыз 3 жылдың өсірдік. 2000 жылы аяқ астынан Аманбек қайтыс болды. Сонымен жетіп қалады. Аллаға шүкір, алдым оқуға түсіріп Астанаға. 2 қыз бір ұл Астанада оқып жатты. Үлкеніміз 5-ші курс еді. Содан апалдар бірін-бірі сүйреп, сол Астанаға оқып бәрі білім алды. Өнегелі, бәрі де ақылды бала-шаға болды. Аллаға шүкір, Алланың арқасында бәрі. Әке-шешесіне, ата-анасына ешқандай не түсірмеді, олар өздері оқыды, өздері істеді. Білім алып шықты бәрі. Үлкен азамат болды бәрі де. Аллаға шүкір, бәрі жақсы. Ұлды ұяға, қызды қияға қондырдық. Арманым жоқ, Аллаға шүкір, бәрі жақсы. Арман деп қалдыңыз. Осы жерде балалық Зейнепке келсек. Бала күнгі Зейнептің арманы қандай еді? Менің арманым оқып білім алып, ары қарай. Не қылып еді енді, Алланың ісі шығар, оқи алмадым, оқуды тастап кеттім. Кім болдыңыз? Себебі күйеуім теміржолшы болды. Мен де сол теміржол оқуына түстім. Бірақ ары қарай ата-енем оқуға рұқсат етпеді, сонымен қалып кеттім. Неше жыл оқып едіңіз? 1 жыл оқыдым. Бала күніңізде теміржолшы боламын деп армандадыңыз ба? Әлде барлық балалар сияқты дәрігер боламын? Бала күнімде мен дәрігер болуды армандадым. Себебі 2 жыл мен дәрігерлікке
емтихан тапсырып екеуінде де түсе алмай қалдым. Содан кейін темір жолға кіріп темір жолда жұмыс істедім. Сосын темір жолдар мені жаңағы жолдамамен оқуға жіберді сөйтіп. Темір жолда оқыдыңыз. Одан кейін бала күніңіз, балалық шағыңыз қалай өтті? Балалық шағым жақсы өтті. Бар балдар ұқсап ештеңені ойламай, тек ойымен немен жүрдік. Ол қалай ер жеткенімізді де білмедік. Ер жетіп уже оқуды бітіргеннен кейін сол оқу орнында оқу бізге арман болды. Сонымен мен жастай арманым сол дәрігер болу еді. Сол дәрігер болуға 2 жыл қатар келдім, бірақ түсе алмадым. Содан кейін қайтадан ауылға барғанда уже темір жолға жұмысқа кірдім де, сол жерден маған жолдама берді де, сол темір жолдың оқуына түстім. Темір жолда нақты қандай қызмет атқардыңыз? Оператор болып істедім. Жаңағы айтып отыратын ба? Өзіңізге ұнайтын ба еді жұмысыңыз? Иә, ұнады. Істегеннен кейін үйреніп, уже анау көпшілікпен істегесін, уже көпті көріп, көзің ашылады ғой. Ештеңені білмейсің, жас күніңде ештеңені көрмей, білмей не қылмайсың. Сол ұнап өзім осы жұмыста болады екен, енді дәрігер. Мен тағы 6 жыл оқысам, не болады? Оған да түсе аламын ба, түсе алмаймын ба? Мынау жолдамамен болып отқасын, осыған барып осыған түсе берейін деп өзім солай ойладым. Алла оны бұйыртпады бізге оқуды. Мен ұл тәрбиеледік, қыз тәрбиеледік, бар арман мақсатқа жеттік деп ойлаймын. Тек папаларының кетіп қалғаны болмаса, басқа арман мақсаттың бәріне жеттік, Аллаға шүкір. Бәрі жақсы. Арман мақсатым жоқ десем де болады. Аллаға шүкір, немере көрдім. Енді шөбере көрсек, сонымен арман жоқ қой адамда. Құдай бұйыртсын, иншалла 100 жасаңыз, немерелеріңізден шөбере сүйіп, одан шөпшек сүйіп, аман есен, аппақ әже болып отыра беріңіз. Және мен осы жерде мынаны сұрағым келіп отыр. Естуім бойынша сіз больницада, яғни осы Шардарада больницада жұмыс істепсіз, иә? Больницада жұмыс істедім, иә. Больницада жұмыс істедім, себебі ол кезде біз темір жол уже жабылып қалды бізде. Содан кейін больницада үйдің қасында больница бар еді, соған жұмысқа кіріп, сол жерде жұмыс істедім. Ол жерде тамақ жағында тамақ тарқатушы, ас тарқатушы болып жұмыс істедік. Сол жұмыс істедім мен өзім. Обедте тамақ беретін, кешке тамақ беретін, Неше жыл істедіңіз? 5 жыл істедім. Одан кейін ол больницада жабылып қалды, сонымен үйде болдым. Жақсы, рахмет. Сосын мынаны сұрағым келіп отыр. Сіз қандай әйел едіңіз? Мен өзім Жар ретінде қандай жар болдыңыз сіз? жар ретінде Өзіңізге көңіліңіз тола ма? Толды ма? өзімнің көңілім өзіме толады. Себебі мен оны ойлаймын, көңілінен шықтым деп күйеуімнің, бірақ адамда қателіксіз болмайды. Менің де қателігім болған шығар деп ойлаймын енді. Бірақ бір артық не айтпайтын едім, және оның көңілінен шығуды ойлайтын едім. Сол қабағын шытып ашуланып келмесін, үйге шаршап жұмыстан келгенде бәрі дайын болып тұрсын деп сөйтіп ойлайтын. Мен тамақты да, суды да, бір жылы суын дайындап бәрін қоятын. Мен тек көңілінен шығуын ойлайтын. Риза деп ойлаймын күйеуім, бірақ күйеуім енді жастай шешесінен айырылған ғой, ол өзі бір 5 жасар кезінде күйеуімнің мамасы қайтыс болған. Содан кейін өзі жетім болғаннан кейін ойлайтын, мен ауырсам болды, сол сен ауырмашы, осы сен ауырсаң, сен тірі болшы. Мен алса Құдай сенің орныңа мен алсын деп сөйтетін. Сол тілегі болды ма? Енді әке де шеше де керек қой деп айтсам, жоқ, әкеден гөрі шеше керек анаға. Мен көрдім себебі қандай болатын, анасы жоқтың деп сөйтіп не қылатын еді. Енді Алланың ісі шығар бәрі. Оған да пәлен деп айтуға болмайды. Енді сол тілегі орындалып кетті ма? Аяқ астынан ауырмай сырқамай тек бір күнде кетіп қалды.
Мен балдардың қызығын бірге көрейік дейтін едім, оны енді ол арманым орындалмады. Адамда арман болады ғой, бәрін бірге көріп, бәрін қуаныштарын бірге бөлісіп жүрейік дейтін едім. Ол арманым орындалмады. Енді Аллаға ризамын бұл ісіне де. Құдайға шүкір, балдарым, қыздарым бәрі де ешқандай не әкелген жоқ, бәрі өз кімнің баласы Аманбектің баласы, кімнің қызы Аманбектің қызы деп жақсы немен көрініп келе жатыр. Құдайға мың да бір шүкір, мен ризамын Аллаға. Осы күнге жеткізгенде, осы балдарды осыны мен ойлағанмын қайтыс болған кезінде. Бұларды қалай жеткізем, қалай өмір сүреміз, ар жағы қалай болар екен деп. Аллаға мың да бір шүкір, бәріне де жеттім. Арманымның бәрі орындалды деп ойлаймын. Ұлды ұяға, қызды қияға қондырдық. Бәрі жақсы, шүкір Аллаға. Осы орайда айтқым келіп тұр, сізге бір тілек, енді балаларыңыздың әкесіне бермеген жасты енді сізге беріп, сіз оның жоқтығын сездірмей, әдемі бір әже, әдемі бір ана, дені сау ана ретінде орталарында ортаймай отыра беріңіз. Енді келін Зейнепке келсек, сіз қандай келін болдыңыз? Мен сол енді мен жастай келдім, танымайтын жер, ешқандай мен бұл елдің елің басқа, жұртың басқа болғаннан кейін біз сонау Өзбекстанның Қарабастан деген жерінде тұрдық. Бұл енді Қазақстанға келдім. Біраз ауыр тиді енді. Мысалы өзің қалап келгеннен кейін бәріне де төзеді екенсің, бәріне төздім, Аллаға мың да бір шүкір. Бәріне шыдадым. Өмірдің ащысын да көрдім, тұщысын да көрдім. Аллаға шүкір, бәрі жақсы өтті деп ойлаймын. Сіздің бойыңыздағы бұл төзімділік кімнен немесе қайдан келді? Сіздің мамаңыз үйретті ме, әлде әкеңіз үйретті ме? Білуім бойынша сіз жалғыз қызсыз. Сізге үлгі болар алдыңызда әпке де болған жоқ. Қайдан келді? Мен бұл төзімділік маған шешемнен дарыды деп ойлаймын. Себебі шешем бізді тәрбиелеген кезінде, ақыл айтқан кезінде айтып отыратын еді. Енді неге болса да төз, шыда, өмірдің бір тәтті өмір болмайды, ащысы да болады, тұщысы да болады. Мен сол оқуға түсе алмай келген кезімде де, жылаған кезімде шешем айтқан, сен өмірден өйтіп түңілме, өмір алдыңда сен қанша әлі өмір сүруің керек, сен енді 18-19-дасың, ал қанша өмір сүруің керек, өмірде ертең күйеуге шығасың, ол күйеуің қандай болады, бәріне де шыдау керек адам. Өмірде ащы да болады, тұщы да болады деп шешемнен дарыды деп ойлаймын. Себебі бізге шешем біз көп ақыл айтатын әкемізден гөрі. Әкем енді әке табыс тауып тек бағып қағып жүреді ғой. Менің әкем көбіне далада жүретін, бізбен бірге ондай бір көп болмайтын, жұмыспен сол далада жүретін. Енді шешеміздің тәрбиесін көріп өстік біз көбіне. Рахмет жауабыңызға. Өте осындай шынайы сұхбатқа келіскеніңіз үшін де рахмет, алғысымызды айтамыз. Және сіз осы өзіңізден бойыңыздағы төзімділік, жалпы шыдау деп айтып жатсыз ғой. Қазіргі таңдағы бізді тыңдап отырған қыз келіншектерге өзіңіздің қандай ақылыңызды айтар едіңіз? Бүгінгі заман басқа, заң басқа, дәл сіз сияқты болуын қалар ма едіңіз, әлде қаламас па едіңіз? Қандай кеңес айтар едіңіз? Мен енді қазіргі жастарға айтарым, жастар енді қазіргі заман біздікіндей емес, біздің кезіміз енді олар айтсаң ертек айтқандай боласың ғой, мысалы жастарға айтқан кезінде ертек айтқандай боласың, бірақ әйел адам шыдамды болу керек, кішкене шыдау керек бәріне де. Ер адамның несіне қанша дегенмен менің шешем айтатын, ер адам әйел адамнан бір саты жоғары, себебі оның ақылын алу керек. Мысалы ашуланып жатса да ер адамға кішкене әңгіме айтпай-ақ кешірімді болып үндемей қоя салып, соң ашуын басқасын түсіндіріп айтып, сен дұрыс емес болды, мен осындай едім, осындай істеп едім десе, ол түсінеді адам баласы бір-бірін. Сонда ары қарай жақсы өмір сүреді деп ойлаймын. Мысалы өзім сияқты өмір сүрген қазіргі заманда да небір нелер өмір сүріп жатыр ғой, Аллаға шүкір, шыдап бәріне
небір болып жатыр, телевизорден көрсетіп жатыр, неден көрсетіп жатыр, телефоннан көрсетіп жатыр, небір нелер болып жатыр. Бірақ сонда да ол өте төзімді болып жүрудің де керегі жоқ Мгм. деп ойлаймын. Мгм. Өте тез, себебі өмір өтіп кетеді, сен ары қарай өмір сүруің керек. Мгм. Соның үшін кішкене дұрыс жерін дұрыс, бұрыс жерін бұрыс деп адам дұрыс қабылдай білу керек деп ойлаймын. Мгм. Сіз мысалы шыдамдылық танытпай, төзімділік танытпай, осы жерде айту керек деп айтқан сондай бір оқиғаңыз есіңізде бар ма? Ата енеңізге қарсы немесе жолдасыңызға қарсы. Жолдасыма қарсы не қылған жер жоқ шығар, бірақ ата енем мені қолына алып алғысы келді, келінді бөлек шығарғысы келді. Сосын мен айттым, олар шардараға, қайным шардарада жұмыс істейді, соның қолына жібереміз. Сосын мен ол кезде қарсы тұрдым. Сол есімде, себебі әр бала өзінің ата анасының тәрбиесін көру керек. Қанша дегенмен тума болған менде ол өз ата анасындай болмайды. Соның үшін мен айттым, егер не қылсаңдар, мен өзім бөлек шығамын. Менің орным бөлек шығу, содан кейін мен бөлек шығамын деп сол кезде қарсы шықтым. Күйеуіме де сөйледім. Күйеуім бірақ менің сөзіме қарсы келген жоқ. Ата енем сол кезде мені ойламады, өйтіп айтады депті. Содан кейін күйеуім айтты, біз бөлек кетеміз деп, содан бөлек шығып кеттік біз. Неге сізді олай айтады деп ойламады? Өйткені жылдар бойы үндемей жүрдіңіз ба? Иә, жылдар бойы үндемей қарсы келген жоқ мен олардың сөзіне. Ата енеңіз қандай адам еді? Атам білімді, ұлымды адам еді. Ол менің бастығы болды станцияның. Енем үй шаруасындағы адам еді. Бірақ енем өте момын адам еді. Ол қарсы сөз не қылмайтын. Атамның кішкене мінезі бар еді бірақ. Атам тек бетің айтатын бәрін. Сен қалайсың ба, қаламайсың ба, жассың ба, үлкенсің ба демейді, бәрін тура бетіне айтатын еді да. Бұл ішінде ештеңе ұстай алмайтын еді. Соны есіме. Бірақ атам жаман деп айта алмаймын, тәрбиесін көрдім. Ол мысалы күйеуім де кейде ашуланып не қылатын, сонда айтатын, ол сені оқытты, шоқытты, Аллаға шүкір осы дәрежеге жеткізді. Содан кейін айтып өттіңіз, атаңыз жаңағы ішінде еш нәрсені айтпай, бәр нәрсені бетіңе айтатын деп. Сондай бір сізді ренжіткен, сізге ауыр айтқан кездерде, мысалы, кетемін мен, болды, не үшін жүрмін бұны төзіп деп, іштей болсын, сондай бір рет болсын болды ма? мен себебі өзім қалап келгеннен кейін іштей ойлайсың, бірақ ондай дәрежеге мен жеткен жоқпын. Ондай дәрежеге жетсем, ол кетіп қалуға болатын еді, бірақ мен күйеуімнің несіне қарадым. Күйеуім, мысалы, мен кетсем ертең, күйеуім қандай күйге түседі, мен себебі өзім қалап келдім. Себебі менің шешем келген кезінде айтты, осынша ұзақ осындай жерге келдің, ертең үй болғасын, ненің бәрі болады, ондай нені ойлама. Сені ешкім зорлап берген жоқ, себебі өзің келдің. Қалап келдің сен осы өмірді. Деп содан кейін мен бәріне шыдадым. Ондай қанша маған сөйлесе де, мен кешірдім бәрін. Менің де қателігім болған шығар. Білген шығар олар қателігім, сосын сөйлеген шығар. Енді өлген, қайтып кеткен адамның артынан жаман сөз айтуға болмайды ғой, жаманда бүйтіп. Мен ондай жаман деп айта алмаймын, себебі атам кезінде, көңілді кезінде өткен кеткен бәрін айтып отыратын, өзінің өмірінен өткен нелерінің бәрін өйтіп осындай болған, осындай кезде біз де шешемізден айырылғанбыз деп сөйтіп өмірінің бәрін айтып беріп отыратын. Одан кейін атамды мен өмір бақи сыйлап өтем. Және ол кісіге бас ием. Осындай маған тәрбие беріп, осындай неге жеткізген солардың арқасы ғой. Енді күйеуім де солар тәрбиеледі ғой. Соның тәрбиесін алып өсті. Рахмет. Енді ата енеңіз туралы айттық. Күйеуіңіз қандай адам еді?
күйеуім өте білімді, мектепті жақсы оқыды, институтты да жақсы бітірді, жақсы адам еді, бірақ көбіне әкесін ойлайтын. Себебі біз жастай қалғанмен осы кісінің тәрбиесін көрдік. Ешқандай сөзіне қарсы келмейтін, дұрыс болсын, дұрыс болмасын, сіздікі дұрыс деп бас иетін еді. Күйеуім өте ақылды, мейірімді адам болды. Ол мысалы жеті өнерде жігітке аз дейді ғой, сол сияқты ол өте білімді, не болса да ансамбльде ойнады, неде Ташкентте жүргенде өлең айтты, гармошка тартатын, домбыра тартатын. Осы үйде де сәл не қылса, қол босаса болды, балдарды жинап алып, әңгіме айтып, өткен өмірін айтып, сол жаңағы музыка, ән айтып, балдарға үйретіп, сөйтіп отыратын өте күшті адам болды. Сонысынан сыймай кетті ау деймін, осы маңдайыма. Сіз ғашық болдыңыз ба бірінші? Жоқ, ол ғашық болды маған. Себебі сөз салған кезінде мен уже жоқ деп айта алмадым. Себебі өнерінің бәрін көрдім. Оның сөйлегенінде, ақылдылығында өте мейірімді, өте кішіпейіл. Ашуланған кезінде де кейде ашулан не қылсаң, ол өте кешірімді. Сол бойда ұмытып кететінде мен кек сақтайтынмын кішкене, ал ол мейірімді, кек сақтамайтын ешқандай. Сіз оны қандай қылығыңызбен, қандай мінезіңізбен назарын аудардым деп ойлайсыз? Соны сұрағанымда ол айтқан, мен бір көргенде сені анама ұқсаттым, соның үшін жақсы көріп қалдым сені деп айтатын. Себебі ол өте анау беделді еді. Любой адаммен сөйлесіп, любой адамды өзіне тартып баурап алатын. Сонымен қай қыз болса да ол не қылып алатын. Мен де ондай көрікті немін деп айта алмаймын. Сол бір сөзінде айтқан кезінде айтты, мен сені сонымен жақсы көріп қалдым. Сен ойлайтын шығарсың сондай деп. Жоқ, мен анама ұқсаттым сені, содан кейін жақсы көрдім. Қашан, қай кезде таныстыңыздар? Біз 1978 жылы неде таныстық? Қыс айында таныстық. Қай жерде, қандай жағдайда? Қыс айында таныстық. Сол кезде көп қалың қар жауды. Общагада ұлдардың общагасы бөлек, қыздардың общагасы бөлек еді. Сол ұлдар, қыздар бұл бәріміз ойнап, сол жерде қар ойнадық, қар атысып. Одан кейін мынау Өзбекстаннан келген Қарақалпақстанның балдары менен осы Қазақстанның балдары бірігіп бізді неге шақырды, вечерге шақырды, кездесуге. Қазақтар бәрі жиналып, сол жерде вечер істеді. Сол кезінде анық таныдым, мұның ансамбльде ойнайтынын білдім, сол жерде ансамбль. Оған дейін сырттай бүйтіп танып жүрмедіңіз? Одан кейін бір-екі рет көрдім, бірақ ол танымайтын, бірақ мынандай сол кезінде көрдім. Сосын барып ол уже кездесуге шақырып, 2 күннің бірінде келіп сөйтіп бастады. Қанша уақыт сөйлесіп жүрдіңіздер, сөйтіп кездесіп? Сол майға дейін жүрдік, май айында уже. Неше ай болады сонда? Қай айда дедіңіз жаңа сіз? Жаңа жылда. Сол уақыт сізге жетті ме оны танып біліп, көзіңізді жұмып тұрмысқа шығып кетуге? Жетті деп ойлаймын. Себебі уже бір көрген адам белгілі болды ғой, өзіне баурап алады, әңгімесімен, сөзімен, бар несімен, жақсы мінездерімен. Анау көргенде адамның жүзінен өзі не төгіліп тұрады, нұр төгіліп тұрады. Сонысымен мен осы жігітке шықсам қор болмаймын ау деп ойладым, бірақ мен оған күйеуге шығам деп ойламадым. Аяқ астында болды бәрі. Аяқ астында сол жолдас баласы бар еді, осы Мақтаулыда. Соның ағасы үйленіп, соның тойына келдік. Оның қарындасы менімен оқитын. Сол қарындасы ертіп келіп, бекерге неге жатасың, 2-3 күн ба демалыс берген. Соған бекерге жатасың, общагада бізбен бірге жүр деп алып келіп, сол жерде ол жаңағы
Аманбекпен бірге оқиды екен бір группада. Сол үйге келіп отырып тамақ ішіп бірге отырдық. Одан кейін ертесіне қыдырып келейік, мен бір жерді білмеймін, қыдырып келейік, ана нені көрсетіп келеміз деп алып шықты. Содан кейін алып қашып кетті. Сөйтіп қалдық. Сіздің қазір жасыңыз 70-те, иә? 70-ке жақындап қалдыңыз бұйырса. Осы 70 жылдық өміріңіздің өзіңіз анализ жасағанда өткенге қарап өкінетін нәрсеңіз бар ма? Жоқ, өкінбеймін. Себебі мен ойлаймын, өкінбеймін, себебі мен ешқандай неге жаман адамға шықтым, өндім, өстім, Аллаға шүкір, бәрі жақсы болды, Аллаға шүкір. Ризамын мен өміріме. Бүйтіп ішіңізде айтылмай қалған, ай сол кезде, ойбай микрофонды ай сол кезде айту керек еді, неге үндемей қалдың, неге мінезіңді көрсетпедің, Зейнеп деп өзіңізге сөйтетін? Ондай енді адам болғасын болады ғой, бірақ мен көбіне ондай ішімде сақтаймын, көп затты айтпаймын, ішімде сақтаймын. Содан да шығар менің бұл өмірге, бұл неге жеткенім, шыдамдылықпен қарайтыным бәріне. Бірден ашуланып бір сөз айтты екен деп маған ашуланып өйтіп кетпеймін, шыдаймын бәріне. Кім не айтса да бәріне шыдаймын. Мысалы, сол ішіңізде ең көп сақтап жетіп жүрген не бар? Қазір жоқ енді, қазір жібердіңіз ба, бәрін кешірдіңіз ба? бәрі кетті ғой, бәрі кетті. Кешірдіңіз ба? Кешірімдісіз ба жалпы? Кешірімдімін, Аллаға шүкір, кешірімдімін. Алла да маған кешірімді болған шығар, соның үшін осындай күйге жеткізген шығар. Аллаға мыңда бір шүкір. Ұлдарым да, қыздарым да, Аллаға шүкір. Ешкімнен келмес, еркін алды деп айта алады. Тіл көзден аман болсын, тек Алланың қорғанында болсын бәрі. Аллаға шүкір, мыңда бір шүкір. Жаңа қоюды ұмытып кеттім осы сұрақты айтпақшы. Өзіңіз қалағандай той болды ма? Ақ көйлек киіп, көп қыздың арманы ғой мысалы. Аллаға шүкір, ол кезде екеуміз де студент едік, себебі оның группаластары келді, ақ көйлек киіп той жасадық, пригласительный ол кезде суретке түсіп, пригласительный тарқаттық. Аллаға шүкір, жақсы. Тойыңыз қайда болды? Ол кезде деген не еді ғой, андай есіктің алдына сондай қылып істейтін еді. Ол кездерде 70-інші жыл. Сондай қылып істедік. Жақсы өтті тойымыз, Аллаға мыңда бір шүкір. Ырзамын. Жаңа жолдасыңыз сипаттап өттіңіз. Балаларыңыздың ішінде мінезі ең көп ұқсайтын кім? Мінезі жағынан Ағарыс ұқсайды-ау мінезі. Себебі Жаконың мінезі кішкене нелеу, қызу болғанмен шыдамды ол. Мен сияқты шыдамды. Ал не қылмайды, ішінде сақтап қалады, көп ондай бетке көп айтпайды да. Себебі Ағарыс бірден айтып тастайды. Сосын Исаның да мінезі папасының мінезіне ұқсайды. Қыздарыңыздан? Қыздарымнан Майра деп ойлаймын. Майра. Ал өзіңізге ұқсаған ең қатты кім деп ойлайсыз? Жайна деп ойлаймын. Мінезі ме? Мінезі. Сіз сондай болдыңыз ба? Бұзық болғансыз ба? Енді жас кезімде бұзық болдым мен. Себебі мен деген 5 жылдың ішінде бір қыз болып өстім, ұл балдардың ішінде өстім. Сонда шешем жебесін осыны айтатын. Сен де біреуге келін болар ма екенсің, осы қашан көрсең балдармен бірге ойнап жүресің, сол балдардың ішінде мына жақта да қараймын, бір қыз жоқ қасыңда деп сөйтіп айтады. Бірақ өмір бәрін үйретеді екен, Аллаға шүкір. Шешемнің де тәрбиесі мен жаман болды деп айта алмаймын, себебі бәрін шешем үйрететін, осының бәрі керек саған өмірде деп. Соны енді көріп тұрғасын бәрін үйренеді екенсің. Мен енем болғаннан кейін пәлен мынаны үйт, мынаны бүйт деп не қылған жоқ. Мен себебі өзім көрген білгенімнен ары қарай алып кеттім ғой. Аллаға шүкір. Біз ана, жеке қыз Зейнеп туралы айттық. Енді біз әже және ене ретіндегі Зейнепті айтсақ. Қандай енесіз? Мысалы, сіз кез келген адам өзінің алдағы өміріне жоспар құрады ғой. Өзіңіз келін болып жүрген кезінде мен осындай ене болмаймын деп
күйініп немесе өзіңіз сол кезде ойлап мен осындай ене боламын болашақта, мен келіндеріме осылай істеймін деген сияқты жоспар құрғанда және қазіргі Зейнеп ене арасында ұқсастықтар, айырмашылықтар бар ма? Қандай емессіз? енді өзіне салса өзім ешкім мен жаманмын деп айта алмайды. Себебі мен өзім ойлайтынмын, ертең мен ұлым үйленіп келін алып жатса, ешуақытта келініме қарсы тұрмаймын. Енді қателесетін жері бар ғой, бірақ айтасың, бірақ ондай соңына түсіп, сен мындай екенсің деп айтпаймын. Себебі олар жастар өмір сүрсін, менің көргенімді көрмесін бейнетімді деп сөйтіп ойлайтын. Аллаға шүкір, үш келінім де шүкір жақсы, бір бетіме келіп, осы үлкені жұлдыз ғой енді, бетіме келіп, енді ол кезде бізде жас болдық, кейде бір дұрыс болмай қалса ұрысқан да жерлерім болды, бірақ келінім бетіне келген емеспін дейді. Ырзамын мен келіндеріме. Бетіме келіп, мама сіз өйстіп айттыңыз ау, болмаса келін болып түскен кезінде мен жұлдызға айтқанмын, мен енді енең боламын, ене деп айт мені дегенімде, жоқ мама, мен мама деп айтамын, себебі сіз менің мамамсыз, күйеуімнің мамасы болғансыз, менің де мамамсыз деп мама деп кетті. Бірақ енді жұлдыз бетіме бір сіз былай айттыңыз ау, мен дұрыс емес ау деп ойлаған жоқ шығар, енді білмеймін енді. Мен өзім ойлаймын, сол келінге кешірімді болғасын, олар да мені сыйлады ма, Аллаға шүкір. Бірде біреу бетіме сіз бізге өйстіп айттыңыз, осылай болды ау деп сөйтіп ойлайды. Мен бірақ өзім қолымнан келгенше оларға жақсы ене болдым деп айта аламын. Себебі еш уақытта солардың несі шықпаса екен, кейде үй болғасын, күйеуімен де ұрысып қалып, бірдеңе болып жатса, сен кешірімді бол, осындай болды, ақылымды айтып отыратын, ер адам андай болады деп. Сол Аллаға шүкір, бәрі де жақсы, Аллаға шүкір. Үшеуі де бірінен бірі өткен ақылды, мейірімді, бір-біріне сыйластығы да күшті, мені сыйлағаны күшті, қыздарды да сыйлайды. Аллаға мың да бір шүкір, тек сүйгезден аман болсын ал. Бұлайдың көзі түзу болсын деп ойлаймын. Тек бақытты болсын, арман мақсаттарына жете берсін деймін. Ырзамын мен келіндеріме де, балдарыма да. Қанша менің басқа жақтан келді дегенмен де, олар да менің қыздарымдай болып кетті, Аллаға шүкір. Мама деп, сол менің қас-қабағыма сәл ауырсам, мама сіз ауырып қалдыңыз ба, не болды, бүйтпеңізші, бүйтпеңізші деп алды. Неме асты үстіме түсіп отырады. Немерелерім, Аллаға шүкір, немерелерім де алды 18-ге толды ғой енді. Мені өте сыйлайды, өте жақсы көреді. Үйге келсе де әжем қайда, бір жаққа кетсем де әжем қайда деп іздеп отырады. Рахмет оларға да. Сол маған көңілі толғасын шығар, әжесін іздейтіні. Келін Зейнепке келіндеріңіздің ішінде қайсысы көбірек ұқсайды? Жұлдыз ұқсайды. Жақсы, рахмет. Сосын жаңа әже ретінде өзіңізді айтып өттіңіз. Мысалы сіз жас күніңізде осындай әже боламын деп ойладыңыз ба? Сондай әжесіз бе қазір? Сондай әжемін деп ойлаймын. Себебі мен анау кейде пенде болғасын не алып, кейде ұрыссам, кейде ашуланып ұрыссам, не қылып қалады ғой. Әже, сіз сондай емес едіңіз ғой, не болды сізге деп не қылып қалады. Сол кезде уже мен бәрін ұмытып кетемін ғой, ашуымда немде, бәрін ұрысқан кезінде. Аллаға шүкір, бәрі жақсы. Бала немереден тәтті дейді, немере баладан тәтті дейді, соған келісесіз бе? Енді әр ненің өз орны бар ғой, баланың да орны бар, немеренің де орны бар. Себебі өз перзентің қанша дегенмен мына жағында жақын болып тұрады да, немеренің өзінің әке-шешесі болғасын, мен өзім ойлаймын, өзінің әке-шешесі болғасын, олар солардың тәрбиесін көрсін. Себебі біз деген кәртейген адам бүгін бар, ертең жоқ, ертең не болатыныңды білмейсің. Соның үшін баланың көңілі бөлініп, ертең біз өмірден өткен кезінде осылай еді ау,
әжем анамдай болып кетеміз ау деп ойламасын, несіне түспесін деп өз әке шешесінің тәрбиесін көрсін деп. Немерелеріңіздің ішінде кім сізге ұқсады? Немерелердің ішінде толқын ұқсаған. Мінезі, түрі ма? Мінезі, иә. Мінезі себебі ол да мен сияқты жаңағы шыдамды, сосын көп сөйлемейді, ішіне сақтайды бәрін. Бетке айтып тастамайды, көп не қылмайды, тұйықтау кішкене. Менің де мінезім кішкене тұйық. Ашықпын деп айта алмаймын, тұйықпын. Қалай ойлайсыз, сол іште сақтап, жаңағыдай шыдамды болған жақсы ма? Мен өзім солай болған соң өзім ойлаймын, өзіме дұрыс қой енді, өзім сондаймын. Бірақ ашық болғанын жақсы көремін. Ашық болғанын жақсы көремін балдардың. Бәрін айтын деймін. Мысалы, немереме де айтамын, Толқынға да айтамын, басқасына да айтамын. Сақтамаңдар іштеріңе, айтып тастаңдар бәрін. Не болды, ұнамады ма, ұнамады деп айт деп. Толқыннан басқа ешкім маған ұқсамаған деп ойлаймын. Өзіңізді жақсы көресіз ба? Мен өзімді жақсы көремін деп айта алмаймын, себебі оған басында үйренбегеннен ба, мен өзімді жақсы көремін деп айта алмаймын. Сіз сөзбен айтпасаңыз да, мен сіздің жауаптарыңызға қарасам, сіз өзіңізге өзіңіз көңілі толған, жақсы көретін, өзінің іс-әрекеттерін саралай алатын адамға ұқсайсыз. Сіз сөзбен жақсы көрмеймін деп айтқанмен, бәрібір жауаптарыңыз сіздің өзін жақсы көретін сондай адамға ұқсайды. Бұл туралы не ойлайсыз? Рахмет. Менің бұл бағаңа ырза болып отырмын. Рахмет. Мүмкін сырттай солай көрінетін шығар менде. Бірақ мен өзімді өзім жақсы көремін деп айта алмаймын. Себебі өмірдің енді көп қиыншылығын көрдік, көп не қылдық. Содан болды ма, бала кездегі неден болды ма, жаңағы өскен ортаңнан болды ма, мен өзімді өзім жақсы көремін деп айта алмаймын. Жарайды. Көп балалы анасыз. Көп балалы ана болуды армандадыңыз ба? Өйткені сіз өзіңіз де көп балалы отбасыдан шыққансыз, мысалы. Көп балалы отбасы болғанда, Аллаға шүкір бар ғой, көп балалы болдым, Аллаға шүкір Құдай берді. Бірақ мен күйеуге шыққанда бір ұл бір қызым болады деп сөйтіп армандадым. Дүниеге қыз келгеннен кейін уже күйеуім айтты, ұл керек деп. Одан кейін тағы қызы келді. Одан кейін ұл керек деп. Себебі күйеуім ұл баланы жақсы көретін. Мен наоборот қыз баланы жақсы көретін. Себебі өзім бір қыз болып өстім ғой. Содан кейін қыз баланы жақсы көретін. Сен ол ұл баланы жақсы көретін. Одан кейін кетті ғой ізін бір ұл бір қыз әйтеуір араласып кетті. Соның көңілінен шығамын деп, мен күйеуімнің көңілінен шығамын деп көп балалы болып кеттім. Болмаса өзім көп балалы боламын деп ойлаған жоқ. Балалардың ішінде кімді пландадыңыздар, пландап босандыңыздар, жоспарлап? Біздің кезімізде ондай жоспарлау деген болмады ғой. Алла берді, туа бердік біз. Құдайға шүкір. Бәрінде дені сау әйтеуір. Жек тілейтініміз екі қабат жүрсең, осы дүниеге әйтеуір дені сау ұрпақ әкелейік деп тілейтініміз Алладан. Ол кезде біздің кезімізде УЗИ да жоқ, басқа да жоқ. Тек босанған кезінде бірақ білесің, қыз ұл екенін. Ең соңғы балаңыз бен 6-шы балаңыздың арасында мысалы 9 жыл бар. Жоспарламай тудыңыз ба оны да? Жоспарлаған жоқ, себебі мен уже осы Исадан кейін тоқтады, уже болды деп жүрген, сөйтсем уже көтеріп қойдым. Ол кезде Гуля бірінші курс оқитын. Сол оқуға түскен кезінде көтеріп қойдым. Сосын күйеуіме айтып едім, күйеуім айтты. Ұл болса жақсы болар еді, қыз ба екен, ұл ма екен деп сөйтеді. Сосын мен айттым, әй қыз болса да, ұл болса да туып алайық енді. Туып алайын, себебі қызымыз оқуға түсіп жатыр, Алланың несімен ертең әйтеуір не қылса
өсіп үлкейіп кетсе бізге қарайтын осы қыз болады ғой деп сөйтетін, қыз болса дедім. Сөйтіп әй мейлі онда деді де сонымен қызымызды босанып алдық қой, аллаға шүкір, аман есен. Жалпы 7 балаңыздың аттарын кім қойды? Сіз қойған есімдер қайсысы? Қайсыларын сіз қойдыңыз? Менің қойғаным сол соңғы қызыммен, Мәдинамен и Майраның атын. Майраның атын себебі атам Майна деп қойды. Майна деп қойды. Жайнадан кейін Майна деп қойды. Сосын енді қарсы келген жоқ. Сөйтіп барып метіркесін жазамыз деп сұрап жатыр, кім болды деп. Сол кім қоясың деп сөйтіп Майна десе, Майна деген немене дейді. Сосын Майна деп білмеймін, атамайды, сөйтіп Майна деп қойды. Сосын Майна десеңіз, Майра деп қойсайшы құрсын, Майна деген немене деп. Сосын жаздырдым Майра деп, жаздырдым, сонымен Майра болып кетті ғой. Сол өскеннен кейін барып білді ғой атам, Майра деген кім дейді. Майра деген Майна десе күледі ғой сол кезінде, менің атымды қоймадыңдар ма деп. Қалғанның бәрін көбіне менің күйеуім сондай ат қойғысы келіп, әулетімізде бала туылса да, басқа ағайында туылса да, не туыпты, мен қояйыншы атын, мен қояйыншы деп не қылып отыратын еді. Содан кейін бәрін өзі қоятын. Осы кімде ағасы туылатын кезінде де, больницада босанғаннан кейін ұл деген кезінде ағарсыз қоямын деп сөйтіп не қылған. Мысалы, сіздің мен осы балаларыма қойғым келетін еді деген аттар бар ма? Қоя алмадым бірақ. Мен ол бала болса Арман деп қояр едім деп ойлайтынмын, Арман деп қоямын. Сөйтіп ағарсы туылған кезінде сөйтіп айтқан, не Арман деген, не өмірім өтіп кетті ма сонша Арман дейсің. Сосын деген жоқ, сонымен қаламады ғой олай ол нені Арман деген атты дедім де, вообще айтқан жоқпын, одан кейін не қылған жоқпын. Тек қана өзі қоятын. Өзі қоятын, атамызға қойдыртатын болмаса. Тек Мәдинаның атын соңынан не қылған кезінде мен айттым, Мәдинаның атын оразайында босандым ғой енді. Ананы айтты, мынаны айтты, бәрін айтты. Сосын мен айттым, ең соңғысы болатын шығар енді осы, мен қояйын, оразайында босанып жатырмын ғой, Мәдина қояйық деп. Сонымен Мәдина болып кетті. Ал 7 рет толғаттыңыз, 7 рет құрсақ көтердіңіз, жоқ 8 рет. 8 рет, ең үлкені Гүлжан. Жоқ, сіз ең бірінші босанған балаңыз ба, шетінеп кеткен қайсысы? Екіншісі. Оған не болды? Оған не болғанда, ол мен 8 ай, 5 ай кезінде, жоқ, 7 ай кезінде мен ауырдым, сары ауру болып ауырып, больницаға түстім. Больницаға түсіп, ол емші еметін, емшектен уже тамақ ішпеген сүт шықпай қалды, оны қасымда болды, больницада бірге жаттық, қайынсіңлім қасыма алып жатты, бесікпен бірге. Сөйтіп, уже мен қиналып кеттім, ана бала деген жаман ауырып, неғып, шыдай алмай, аш болып жатыр. Анадан сүт сұрап, мынадан сүт сұрап, сөйтіп жүрдік. Содан ол сол жерде дизентерия болып іші ауырды. Іші ауырғаннан кейін оны бұл жерден алып кетіп, детский больницаға жатты. Сол кезінде папасы алып жатты больницада. Сосын папасы алып жатып, сол больницада жатып, больницада жатқаннан кейін уже емшектен де шығып кетті. 8 айдан асты. Сөйтіп жүргенде ол бала уже күннен күнге нашарлай бастады. Ешқандай беті бері қарамады. Тым жақсы қалпақтай болып қалған еді. Өзі азы, тек сүйек болып қалды. Мен больницадан шығып жақсы болып үйге келген кезімде уже бала кішкентай, құп-құрттай болып қалған, жаңа туылған бала сияқты. Содан кетті ғой енді. Қыз беді ол? Қыз еді. Аты кім? Ләззат. Ләззат деп апам қойған.
Енді толғақтарыңыз қалай болды? Қайсысында қатты қиналып, ой шықпай, қайсы балаңыз қиналды? Мен толғақтың бәрі ең оңай босанғаным Майра болды. Майрада оңай босандым. Уже креслоға шықтым, бала да шықты ғой. Қалғандарының бәрінде бірінші Гүлшанды босанғанда ол кезде біріншіңде не қыласың. Бәрінде де болады ғой, толғақта қиналасың. Бірақ ең қиналғаным сол бірінші нем деп ойлаймын. Өзім біріншің болғасын қиналасың. Қалғандарына жақсы босандым, бәрі жақсы болды. Тек Майраны бірақ оңай босандым. Барлық балаңыздың қанша килограмм, сағат нешеде туғанын білесіз ба? Есіңізде ме бәрі? Иә, білемін. Күшті, керемет. Жалпы тағы бір сұрағым бар еді. Қандай бүгін жаңа сұхбаттың басында айтып өттіңіз, арманым жоқ деп. Дегенмен белгілі бір мақсаттар, өмірді сүйіп, әдемі бір өмір сүру үшін белгілі бір мақсаттар қоя білу де маңызды деп ойлаймын. Мысалы, сіздің қандай қазір барғыңыз келетін ел бар деп сұрағым келеді. Мысалы, мүмкіндігім болса, денсаулығым күшті болса, мен осы жерге барғым келеді. Мен енді мүмкіндігім Аллаға шүкір бар ғой, балдар енді не қылады. Бірақ денсаулығы болмаса, 3 жыл болды Жаконың айтып жатқанына. Сол меккеге апарып келемін, мамамды меккеге апарамын деп. Бірақ мен сол денсаулығыма байланысты қоя тұр кішкене жақсы болайын деп. Сол мекке енді мұсылман баласының бәрі сол меккені әйтеуір барып кеткісі келеді ғой сол жерге. Көз тірісінде көргісі келеді. Сол деп ойлаймын, басқа арманым жоқ. Басқа қандай елге барғыңыз келеді? Көргіңіз келеді. Кішкентай кезде географияны оқыған шығарсыз. Енді біздің кезімізде олар шетелге шығу қандай деген жоқ. Сол 15 республика болдық, соның ішінде сол Өзбекстан мен Қазақстанды да сол күйеуге шыққаннан кейін көрдік, басқа жерді көрмедік қой. Енді пәлен деп айта алмаймын, бір елге барғым келеді деп. Шүкір, Аллаға шүкір. Балдар апарды, Түркияға бардым. Аллаға шүкір көрдім, қыдыртты, ырзамын мен балдарыма. Жайына путевка алып беріп, Майра, мен, ағамыз үшеуміз қыдырып қайттық. Одан қызым күйеуге шығып, Түркияға бардым, Аллаға шүкір. Жақсы қыдырдым, жақсы көрдім. Түркия өте күшті не екен, ұнады маған, болады жақсы. Ал Өзбекстан, енді Өзбекстан өзіміздің көріп жүрген Өзбекстан ғой, болады енді Өзбекстанды көріп жүрміз. Басқа, сосын Қырғызстанға бардым. Қырғызстанға барғанда да сауда істейміз деп, сол сауда үстінде бардық. Былай мына тұрған Алматыдан да көрдік, Алматыға да бардық. Сауда істедіңіз бе сонда? Сауда істегенде, сауда істейміз деп, себебі анау теміржолда істейтін күйеуім сол кезінде оларға күріш берді да, сол күрішті Алматыға барса жақсы өтеді екен, Бішкекке барса товар алады екен деп, сол Алматыға күріш сапарып өткізіп, одан Бішкектен товар әкеліп, сауда істеген болдық. Бір ай ма, 2 ай ма. Сосын күйеуім оны қаламады, соны қойып қойдым. Жақсы. Басқа нелер айтқыңыз келеді, нелермен бөліскіңіз келеді өзіңіз туралы? Білмейтін адамдарға білсін, осындай қасиеттерім бар. Не істей аласыз? Қолыңыздан қандай шеберліктер келеді? Хоббиіңіз қандай? Хобби бар ма? Мен хоббим болғанда мен тоқығанды жақсы көремін. Себебі біздің кезімізде анау балалы шағалы болдық. Әйтеуір Аллаға шүкір, Алланың берген балдары ғой, солардың не қылмасын деп, солардың киімдер болмады ол кезде балдарға, біз нағыз не кезінде болдық қой. Былай магазинде киім жоқ, басқа жоқ. Сол кезінде мен сол балдарыма атамның қалған киімдерінен балзын ки, көйлектер тігіп сөйтіп беретінмін. Анау папасына неден жұмыстан берілген нелерді, спец одеждаларды, соларды да кішірейтіп, сол балдарыма
өздеріне тігіп шағын қылып тігіп беретінмін. Сосын тоқыма тоққан жақсы көретін едім. Солардың арасында, жұмыстың арасында, балдардың арасында, солар ұйықтаған кезінде түнде тоқып, соларға жемпір тоқып беріп, нәски тоқып беріп, сондай нелерді Қайдан сосын үйрендіңіз тігіп Мен- тоқуды? мен тігіп тоқуды өз қызығушылығыммен үйрендім. Мектепте жүріп үйрендім. Себебі шешем де білмейтін еді менің тоқуды да. Бірақ тігін тігуді білетін, бірақ тоқуды білмейтін. Себебі біздің үйдің қасында бір көршіміз болды. Сол кісі өмір тоқып отыратын. Сол кезінде осы қалай тоқиды екен деп соған барып көріп, бір-екі көргеннен кейін үйреніп алдым. Бірақ нәски тоқып білдім, бірақ күйеуге шыққаннан кейін, уже күйеуге шыққаннан кейін әркімдердің үстінде көріп, былай тоқиды екен ғой, осыны тоқып жатқандарын көріп, осылай істеуге болады екен ғой деп, сол өзінен мен үйреніп кеттім, қызығушылығым. Миыңыз демала ма сол істеп жасағанда, Иә, тоқу, иә, тігу иә, дегендерді иә, жасағанда осы иә. екі хоббиіңіз бар, иә? Кітап оқыған ұнайды ма? Кітап оқыған ұнайды. Кітап оқыған ұнайды. Өйткені біз мектепте жүргенде әдеби кітапты көп оқитынбыз. Әдеби кітапты көп оқитынбыз. Библиотекадан алып, нелерден алып, сатып алып, ол кезде магазиндерде тұратын оқитын едім. Сол күйеуге шыққаннан кейін де сол арасында кейде оқитын. Жақсы. Мен бірдеңе сұрайын деп отыр едім. Ұмытып қалдым. Басып отырасыз ба паузаға? Сіздің осы айтып өткен хоббиға, жалпы осындай айтқан тоқу, тігуге қызығушылық қай қызыңызға дарыған? Менің қыздарым болғанда, сол Майрадан басқасының бәріне арыған деп ойлаймын. Себебі Гуля да тігіп тоқып біледі. Жайна вообще жайна тоқыма ол тігеді де тоқиды да. Мәдина да сондай тоқиды, тігеді. Оған да дарыған. Майра ол папасына ұқсаған, кішкене сөз жағынан ешкімге жібермейді ол. Аллаға шүкір. Ол қолынан тамақ жағына, не жағына істейді де, бәрін қолынан келеді. Бірақ оған шыдамы жетпейді дейді. Шыдамсыздау Майра кішкене. Содан кейін тоқымайды деп ойлаймын. Енді сіз жаңа өзіңіздің жауабыңыздың ішінде Аллаға шүкір, Алла деп өте жиі есіңізге алдыңыз, иә, Алланы. Бұл сенімге қашан келдіңіз? Бір Құдайдың бары, бір Құдайдан сұрау керектігі туралы сенімге қалай және қашан келдіңіз? Енді иә, мұсылман қазақ болып туылғаннан кейін біздің әке шешеміз де бәрі осы Құдайды аузынан тастамайды ғой енді. Бірақ менің шынымен Құдайға сеніп бастағаным, себебі мен күйеуім қайтыс болған кезінде, қайтыс болғаннан кейін пайда болды. Себебі осы Алланың арқасында осы балдарды мен жеткізуім керек. Осыларды ешкімге жетімсіретпей, көздерін мөлтілдетпей, ешқандай қиналмай, осы қиындықтың бәрін балдарына көрсетпей. Себебі мен күйеуім қайтыс болған кезінде кішкентай Мәдинам 5 жаста. Сол кезінде екеуміз кешке ұйықтап жатқан кезінде ол менің көзімге тиіп, сипалап, жылап жатыр ма, жыламай жатыр ма, сосын мен шынында тілейтінмін Алладан. Алла осы менің арманым осы балдарды ешқандай көңіліне қаяу келтірмей, енді қанша дегенмен батады ғой балдарға, әкесі жоқтығы. Сол қаяу келтірмей, осыларды мөлтілдетпей, Алланың арқасында осылай өмір сүрсем деп тілейтінмін. Аллаға шүкір, бәріне де жетістірді Алла. Бәрі де ойдағыдай болды. Арман мақсатыма жеттім деп ойлаймын. Көп рахмет Аллаға, Құдайға. Жалпы өзіңізді мен мысалы өзімді ойлаймын. Ертең Мәдина 70 жасқа Құдай бұйыртып, Алла қалап жетіп жатсаң,
былай өмір сүресің, былай болады, мынандай болады деген сияқты енді бір жоспар болады ғой. Сізде сондай болды ма, және қазір соған сәйкес келе ме қазіргі күйіңіз? Иә, иә, сол кейбір заманбекке айтқан кезінде осыларды қалай жеткізеді екен, бұлар ертең өсиет бір үй болу керек, қандай болар екен деп бәрін ойлайсың ғой, енді ойлайсың. Соның бәріне жеттім деп ойлаймын. Аллаға шүкір, бәріне жеттім. Ырзамын бәріне. Бүгінгі бізге осындай шынайы жүрегіңізден шығарып керемет жауаптар бергеніңіз үшін рахмет. Енді бізді тыңдап отырған отбасы иелеріне, яғни өзіміздің бауырларыма және басқа да тыңдаушыларымызға сұхбатыңызды не айтып бітіргіңіз келеді, не айтар едіңіз? Мен отбасы болғанда балдарыма, қыздарыма айтарым, осы Аллаға мыңда бір шүкір деймін, осындай қылып мені жарқыратып, ешқандай мұң айтпай, мама деп келінім де, қызым да, балам да бәрі мамалап ырза қылып отыр. Мыңда бір шүкір Аллаға. Олардың алдында бас иемін, мен балам болса да, қызым болса да, келінім болса да, себебі олар мені сыйлағаннан кейін мен де оларды сыйлаймын. Ұл өсіріп отқан ұл қыздардың қызығын көрсін, ешқандай жаманшылық көрмесін, өмірдің бар несінен, кедергісінен іркілмей өтіп, арман мақсаттарына жете берсін. Алла оларға ұзақ өмір берсін, дендері сау, бастары аман болып, тек соның бәріне жете берсін. Тек тіл көзден аман болып, соның бәрінен өте берсін деп ойлаймын. Соны тілеймін. Мына көпшілік тыңдап отырған қауымға да тілерім, тек отбасыларың аман болып, дендерің сау болып, тек жақсы күндерің көп болсын, арман мақсаттарыңа жете беріңдерсің. Мен жаңа тағы бір сұрақты қоюды ұмытып кеттім. Жалпы сіз, мен бір кітаптан оқыған болатынмын. 7 балаңыз бар, иә? Бір кісі айтады да, кітапты жазған кісі. Мысалы, менің 2 балам, 3 балам бар. 3 баланың анасы әртүрлі. Әрқайсысынан сұраған кезде әртүрлі. Біреуі үшін мен, өйткені мен әртүрлі күйде болдым, әртүрлі жаста болдым. Ақыл тоқтатқан жаста тудым біреуін өте ерте жаста тудым деген сияқты. Сіз қалай ойлайсыз, осыған келісесіз бе? Әрқайсысына әртүрлі ана болдыңыз ба, 7 балаңыздың? Қалай ойлайсыз? Енді менен сұраса, мен өзім айтар едім, бәріне бірдей ана болдым деп. Себебі баланың дүниеге әкелгеннен кейін оның ананың тек арманы сол әйтеуір өсірсем, жеткізсем екен деп армандайды ғой. Сол арман мақсатқа жеткеннен кейін мен бәріне бірдей ана болдым деп ойлаймын. Себебі ол қай жасқа келсең де бала саған бала. Балаң бала болады. Мысалы, сіздің балаларыңыздың біреуі үшін сіз қатал анасыз, ал біреуі үшін өте жұмсақ анасыз. Бұның себебі неде деп ойлайсыз? Себебі мүмкін оған қатал болған шығармын, себебі менің сондай бір қатал болған кезімді көріп, оған ұнамай қалған шығар, сол қалпында қалып кеткен шығармын оның несінде, көзінде. Бірақ мен өз ойымша, мен 7 баланың 7-еуіне бірдей болдым деп ойлаймын өзім. Ол жас кезінде, енді жас кезіндегі зат баланың есінде көп қалады ғой. Мүмкін жас кезінде оған ұрысқан шығармын, ұрған шығармын, ұрған кездерім де болды, ұтқан кездерім де болды. Кейде бала болғасын тыңдамайды, ашуланасың, ұрасың, ұрсасың, сол қалып кеткен шығар деп ойлаймын, егер қатал деп ойласа мені. Бірақ енді әке шеше қатал болмаса да тәрбие дұрыс болмайды деп ойлаймын. Ұрып ұрысқан дұрыс па? Сіздің сұрақтарыңыздан бітіре алмай, қайтадан сұрақтар туып жатыр, енді ренжімеңіз. Ұрып ұрысып тәрбиелеген дұрыс деп ойлайсыз ба? Қазіргі заманда мысалы. Қазіргі заманда мысалы осы неде жаңа
ақпаратта да телевидениеде де бәрінде көрсетіп жатыр ғой, ұрыспау керек, ұрмау керек, олар травма болып қалады, үйтеді бүйтеді деп. Ал біздің кезімізде сол ұрысып ұру деген бұл ананың себебі анасы болсын, әкесі болсын, сол дәрежеге жеткізеді ашуымен да, сондай қылады. Ол ұрғанда сен оған жаман болсын демейсің, есінде қалсын, осыдан үлгі алсын, екінші рет істемесін деп ұрысып ұрасың ғой. Сол мүмкін мен жаңағы қатал деген неге сондай нем қатты өтіп кеткен шығар, мүмкін қатты ұрған шығармын, есімде қалған шығар, сондай деп ойлаймын. Бірақ ол қазіргі тәрбие енді бәлен деп айта алмаймын, бірақ баланы кезінде себебі тыймасаң, ол білмейді бала білмейді. Бала аспандағы айды да айтып бер дейді да, өзінің несіне жіберсең. Бірақ шектеп баланы ақылмен айтып түсіндіріп, ондай болмайды, мұндай болмайды, ондай болу керек, мұндай болу керек. Қазір жастар не балдардың ойлайды, алдына түсіп кетеді себебі, алдына түсіп кетеді. Содан кейін бала уже ақылды тыңдамайды. Біздің кезімізде тәйт дегенде уже бала біліп, тартынып, мысалы қонақ келіп жатыр ма, қонақ келді ма, оған кірмеу керек. Уже біз баланы солай тәрбиеледік. Қонақ келді ма, олар кеткенше біздің бала шағамыз соларға көрінбейтін, дастарханның басына келмейді. Ал қазіргіде, бірақ мен немерелерім ондай емес қазір. Себебі немерелерімді мен сөйтіп тәрбиеледім құрттайынан бастап. Уже ана адам кетпей, олар кірмейді олардың қасына. Ал қазіргі көп жерге барған кезінде мен сол балдардың, жас балдардың ана үлкен адамдармен араласып, дастарханға араласып отырғанын мен қаламаймын. Себебі ол үлкен адамдар жақсыны да айтады, жаманды да айтады. Ана көпшіліктің алдында ондай сөзді естімесін, көрмесін, білмесін, жақсы тәрбиелайсың деп солай ойлаймын мен. Өз тәрбием солай. Қатал ана жұмсақ ана деп айтып жатырмыз ғой. Мысалы, кім қатты бұзық болып көбірек сізден ұрыс естіп, көбірек сіздің тәйтіңізді естіген балаларыңыздың? Қалай ойлайсыз? Иса. Ал кімге көп ұрыспай, өте тіл алғыш, ұрыспай-ақ, ұрмай-ақ бірден түсінетін кім болды деп ойлайсыз жетеуінің ішінде? Ең ұрысты, тәйтті естімеген. Гуля деп ойлаймын. Гуля, себебі ол үйдің тұңғышы еді ғой. Ол тұңғышы болғасын, соларды анасы, менің көргенімнің бәрін аналарға, ізіндегілерге үйретіп, соларды тәрбиелеп, менімен бірге сол анасы сияқты болып өсіп сол жерде. Мен жұмысқа кетем, сол кезде мен келгенде уже сол бірінші класс, екінші класс оқитын кезі ғой. Балдарға обед те беріп, ұйықтатып та бәрін істеп қояды. Тазалап та, жинап та бәрін. Сіз үйреткенсіз ба? Соны үйреткен мен. Осылай істеу керек деп үйреттіңіз, иә? Көп ұрыспадыңыз деймін, гуляпше деген, гуля деген балаңызға. Жақсы. Керемет, жауаптарыңыз өте керемет. Тыңдап отқан тыңдарманға ой салар, өнеге алар, керемет сұхбат болды. Сізге көп алғысымызды білдіреміз. Көп балалы ана, асыл әже болып, сұхбатымыздың басында айтқандай, шөбере, шөпшек сүйіп, аман есен отыра беріңіз. Рахмет жаным, сіздің неңе талабыңа нұр жаусын, ары қарай өркендеп өсе бер. Тек арман тілектерің орындала берсін. Аман бол жаным.